Саламатсыздар. Біз бүгін ақуыздан қайнатпалы крем жасаймыз. Белковый заварной крем. Белковый заварной крем жасау үшін менде мынандай черновик бар. Өте ыңғайлы, сіздерге де айтар едім, жасап алыңыздар деп. Файлға салып қоямын, осындай болып тұрады менде. Әр кез есептеп отырмаймын. Одан кейін айтарым, белок салған ыдысымыз өте таза болу керек. Бір капля су болмау керек, майлы болмау керек. Соған креміміздің шығуына байланысты. Лимонный кислота, ванильный сахар керек. Ванильный сахарды белокқа саламыз. Қантымыз бен суымыздан сироп дайындаймыз. Отқа қоямыз. Қайнағаннан кейін 7-8 минутта сироп дайын болады. 5 минут өткеннен кейін лимонный кислота саламыз. Лимонный кислота салған кезде біз белогымыздың астын қосып қоямыз. Болмаса миксерлеп бастаймыз. Бірінші жайлап, одан кейін күшейтеміз. Сол кезде осындай көбік шыққанда ванильный сахарды саламыз. Мен градусникпен есептемеймін. 120 градус есептесеңіздер. Мен осындай жайлап көбік шыға бастаған кезде белогым дайын болады, қойылады. Сол кезде сиропын құя бастаймын. Міне жайлап, ниточка дейді ғой, ниточка етіп құясыздар осылай. Бірінші белок қою болғаннан кейін құясыздар өзі. Міне видеода бәрі көрініп тұр. Жайлап құясыздар, миксерді де орташалап қоясыздар. Ол кезде қатты болып, онша жайлап баспайсыздар, орташа тұрады. Үстіп құйып басап, бәрін құйып болғаннан кейін кастрөлдің түбін қырмайсыздар. Солай қалай құйылады, солай қалады. Қазір көрсетемін мен сіздерге. Міне креміміз үлкейе бастайды осындай болып. Міне кастрөлдің түбін көріп тұрғандай қалады бәрі. Ішінде анау-мынау қалғандарын кремге салмайсыздар. Одан кейін миксердің жылдамдығын жоғарылатамыз. 15 минут керек па, 10 минут, 20 минут керек пе, жасай береміз әбден қойылғанша. Көріп тұрғандарыңыздай креміміз түсі жылтырап, әдемі болды, қараңыздар. Егер де мен бір нәрсені айтпай кетсем, комментарийден сұраңыздар. Видеоны ақырына шейін көріп, лайк басыңыздар. Маған жазылып қойыңыздар. Сұраңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің креміміз қою әдемі болып дайындалып келе жатыр. Бұндай креммен әртүрлі пирожныйларды жасауға болады, тортты әрлеуге болады. Тортты әрлеуге де болады, сыртын обтяжка дейді ғой, сондайды да жасауға болады. Мен бұл кремді енді екіге бөлем, ағын жартылай бөліп қойдым. Енді қызылға бояйым, бір капля салдым, қараңыздар. Бірлеп, кішкентайлап көріңіздер. Егер ұнамаса, тағы бір каплядан қосып отырыңыздар. Маған ұнамады, тағы бір капля қосып айналдырдым. Қараңыздар. Міне осындай топ декор қолданамын мен. Одан кейін кремім дайын, қараңыздар. Одноразовый мешокқа салып, әртүрлі насадкамен керек. Мен формамды жасаймын. Не керек болады, соны әрлеймін. Насадкамен әртүрлі әрлеп, капкейкті жасауға да болады, торттарға да жасауға болады. Неше түрін жасауға болады, өздеріңіздің фантазияларың біледі. Енді оны міне көріп тұрсыздар. Мені бұл тек 2-ақ насадкамен жасағаным. Бірнеше қанша насадка болса, сонша мен жасай беруге болады. Қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған үміткен.